Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте ерекше бөректің рецептін ұсынамын. Бұл бөректің ерекшелігі қамыры өте жұмсақ және бір жасағаннан шығады. Алдымен ыдысқа қаймақ, жылы су, сүт, жұмыртқа, сұйық май, уксусты құйып, венчикпен бір араластырып аламыз. Үстіне бір шай қасық тұз қосамыз. Енді ұнымыздың жартысымен разрыхлительді қосып, бір қозғаймыз. Қалған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бөлме температурасында 20 минуттай тұру қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Ұсақтап туралған пиязға тұз, бұрыш қосып, жақсылап мыжылап аламыз. Пиязымызды жақсылап мыжып, содан кейін фаршқа араластырамыз. Сол кезде салмамыз сочный болып шығады. Қамырымыз бөлме температурасында 20 минут тұрды. Қамырды теңде 3 бөлікке бөлеміз. Менде 330 граммнан шықты. Әр қамырды жұқа етіп жайып, арасына бөлме температурасындағы сары майды жағамыз. Бұл жерде сары май болу қажет, маргарин қолданбаңыздар. Май жағып болған соң қамырды рулет қып орап, салафанға салып, морозильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Қалған екі қамырымызды дәл осылай май жағып рулет қып орап, морозильникке салып қоямыз. Қамырымыз морозильникте жарты сағат тұрды. Енді салафаннан шешіп, рулетімізді бір-біріне жабыстырып, жұқа етіп жаямыз.
Қамырымыз жұмсақ болғандықтан арасына ұн сепсек те болады. Жұқа етіп жайылған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Арасына салмамызды салып, мен көрсеткендей етіп түйіп шығыңыздар. Түйіп шыққан бөректеріміз дайын болды. Енді осының бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қалауларыңызға күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қыздырылған 160 градус пеште 25-30 минутқа салып аламыз. Назарларыңызға рахмет. Видеом ұнап жатса лайк басып, арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.